өtкен сабақта берілген тапсырма бар еді. Сол сабақты бір пысықтап алайықшы. Мен сендерге сұрақтарын оқимын, сендер маған жауап бересіңдер. Енді бірінші сұрағымыз. Табиғи материалдар дегеніміз не? Кім жауап бере алады? Үй тапсырмасы. Табиғи материалдар дегеніміз не? Гүлшахра, жауап береміз бе? Адамдар өмір сүру барысында әртүрлі материалдарды пайдаланады. Кейбір материалдарды өсімдіктер мен жануарлардан алатын болсақ, олардың біреулері жер қайнауынан шығады. Бұлар табиғи материалдар көптеген заттар мен бұйымдарды орындарына жасалынады. Жасанды материалдар болады. Жақсы. Табиғи материалдар қайда? Жақсы. Нейлон дегеніміз не екен? Нейлон дегеніміз не? Аяғым. Нейлон дегеніміз не екен? Одан тысқа ие жасанды материалдың бірі нейлон. Одан киім-кешек, кілемнің түрлері, теннис ракеткасы, балық аулайтын тор және басқа да заттар алынады. Нейлон алғаш рет 1938 жылы алынды. Оны Нью-Йорк және Лондон қалаларының ғалымдары ойлап тапқан болатын. Атауы осы қалалардың алғашқы буындарынан құралған. Жақсы. Енді келесі сұрақ. Бізде металдың артықшылығы мен кемшілігі. Кім жауап береді? Металл. Мақсат. Бар ма? Металл дегеніміз кәдімгі темір. Темір қандай екен? Иілгіш, мықты. Ал кемшілігі оның қандай екен? Кемшілігі Ол қандай болады? салмағы ауыр. Салмағы ауыр. Қақтанады, тот басады. Энергияны көп қажет етеді. Ал енді шыны ыдыстар деген бар. Шыны ыдыстар қандай болады екен? Бекзат? Шыны ыдыстар отқа Төзімді. салмағы жеңіл. Кемшілігі болса, олар тез сынады и шыдамдылығы аз болады. Жақсы, керемет. Бұл өткен үйге берілген тапсырманың қайталау сұрақтары. Балалар, бізге өзін-өзі бағалауға не істейміз? Әр тапсырманы орындаған сайын мына жерге 2 қойып отырамыз. Әркім өзінің тапсырманы орындағанына байланысты өзін-өзі бағалап отырады. Түсіндік қой. Енді бүгінгі біздің топтарымыз үшбұрыш және дөңгелек. Осы үшбұрыш және дөңгелек туралы не айта аламыз? Білеміз ба? Көбінесе дөңгелекке нені жатқызамыз? Қандай бұйымдар дөңгелек болады? Қандай бұйымдар дөңгелек? Мысалы, күннің өзі қандай? Дөңгелек па? Дом қандай? Дөңгелек? Тағыла қандай дөңгелек ыдыстарды білеміз? Қандай дөңгелек ыдыстарды білеміз? Тәрелке. Міне бұлардың барлығы тұрмыста қолданатын заттардың көбісі бізде дөңгелек түрінде болады екен. Ал енді мына жалпы үйге берілген тапсырманы жақсы меңгеріп келіпті. Енді бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз. Топқа бөлуді бастайықшы. Гүлнұр. Қайсанды қалайсың? Кел, Яшар, санды басасын. Қай топқа кіретінің айтпады сен. Үшбұрыш тобына. Келесі. Абдухатин. Кел ол, кестесіз. Дайындап тұрайық. Кел, Бекзат, дайындап тұр не жерде. Үшбұрыш тобы. Кел ағы, Бекзат. Дөңгелек тобына барамыз. Кел ағы. Дөңгелек тобына барамыз. Дөңгелек тобы. Бұлдан Аржан кел дайындап тұр. Мақсат, тез. Үшбұрыш тобына барамыз. Үшбұрыш тобы. Дөңгелек тобы. Үшбұрыш тобы. Ал енді орын
қолданылады. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз тұрмыстық химия өнімдері. Оқу мақсаты 6.3.3.2 тұрмыстық химия өнімдері қолдану саласын және оларды қауіпсіздік шараларын, ережелерін түсіндіру. Бізде бүгінгі тақырыбымыз бойынша бағалау критерийлері. Тұрмыстық химия өнімдерінің барлығын білеміз, мысалдар келтіреміз. Тұрмыстық химия өнімдерінің артықшылықтары мен зияндары туралы ақпаратты суреттер, диаграммалар, жазба деректер арқылы дұрыс қолдана аламыз. Тұрмыстық химия өнімдерін қолданудың қауіпсіздік ережелерін біледі. Мінекей балалар, мына суреттер арқылы нені білеміз? Бұл суреттер нені біріктіреді екен? Химия өнімдерін көруге болады. Әрине, көпшілік тұрмыстық химиялық заттар пластмассалар мен полимерлерге салады. Пластмасса өңдеу жайлы айтатын болсақ, пластмассалар полимерлер деп аталатын синтетикалық заттардан жасалады. Пластмассалар сумкаларда, қорапшаларда, алуан түрлі заттарда жасауда қолданылады. Тіс щеткаларынан бастап, телефон құрылғыларында, самолеттің құрал-жабдықтарында да кездеседі. Ол соңғы 150 жыл көлемінде ғана пайда болса да, барлық салаларда қолданыста кездеседі. Барлық адамзат пластик материалдарды пайдаланады. Бірақ оның ең басты кемшілігі, ол биологиялық түрде ыдырамайды, механикалық және химиялық түрде қайта өңделеді. Адам үшін қауіптілік деңгейіне және сипатына байланысты тұрмыстық химия өнімдерін 4 топқа бөлуге болады. Біріншісі салыстырмалы қауіпсіз, екіншісі көзге және теріге қауіпті, үшіншісі отқа қауіпті, төртіншісі улы заттар. Енді тұрмыстық химияның негізінен қай жерде қолданамыз? Күнделікті өмірде біз кір жуғанда, үйлерді тазартқанда, әртүрлі басқа да заттарды жуғанда, дезинфекциялаған жағдайда біз осы тұрмыстық химиялық заттарды не істейді екенбіз? Күнделікті өмірде қолданады екенбіз. Бұл тұрмыстық химиялық заттарсыз біз бір күнімізді елестете алмаймыз. Енді бұл тұрмыстық химиялық заттарды қай жерлерде сақтау керек? Ол тұрмыстық химиялық заттарды негізінен жабық ыдыстарда сақтаймыз. Құрғақ және салқын жерде сақтау керек. Одан кейін оны азық-түлік заттарынан бөлек сақтау керек. Біздің реттелігі бар. Әрбір химиялық затты пайдаланған кезде біз олардың қауіпсіздік деңгейіне қарай әртүрлі сақтық ережелерін сақтаймыз. Енді мұны алдымызда тұрғанның барлығы біз күнделікті өмірде көріп жүрген химиялық заттардан жасалған бізге біреуі ағартқыштар, біреуі шашымызды жуатын, біреуі залалсыздандыратын, біреуі иісті кетіретін. Міне әрқайсының әртүрлі несі бар, бізде қызметі бар. Міне бұлардың барлығы бізде химиялық синтетикалық өнімдерден жасалады. Оларды полимерлер деп айтамыз. Мына әшейін кәрзеңкенің өзін біз не істейміз? Осындай химиялық синтетикалық заттардан жасалған зат ретінде қарастырамыз. Енді тұрмыстағы химиялық заттарды біз көбінесе олардың қораптарына қарай да не істей алады екенбіз? Айырмашылығын біле алады екенбіз. Одан кейін бұларды қолданған кезде көбінесе әрбір затты қолданған кезде оның белгілі бір түрде несі болады? Қорабында, болмаса оның сыртында, оның қауіпсіздік деңгейін, не үшін пайдалану керек екенін, қанша мөлшерде қолдану керек екенін барлығын бізге жазып көрсетеді. Міне осындай ережелерді сақтасақ, қауіпсіздік ережелерді сақтау арқылы біз тұрмыстық химиялық заттарды күнделікті өмірде пайдалануды өз ретімен қолдана аламыз. Міне қарапайым тіс щеткасының, тіс пастасының өзі бізді таңертең тісімізді жуып азанғы немізді осыдан бастаймыз. Міне осының өзінде біз не істеуіміз керек? Бұлардың да әртүрлі сақтық ережелерін қолдануымыз керек. Мына жерге оның қалай қолдануы керек екенін және бұның мерзімінің бар екенін осылар туралы анықтамалық беріледі. Жалпы тұрмыстық химия туралы түсіне алдық па? Ал енді кейбір тұрмыстық химиялық заттар көбінесе улы болуы мүмкін. Улы
химиялық заттарды қолданған кезде біз оларды көзілдірік тағу арқылы сақтан аламыз улы заттардан. Одан кейін кейбір заттар бізге қолымыздың, терімізге зиянды болуы мүмкін. Оларды қолданған кезде біз көбінесе мынандай резинке қолғаптарды пайдаланамыз. Бұның барлығы химиялық заттардың біздің денсаулығымызға кері әсер етпеуін қамтамасыз етеді. Міне, сондай химиялық заттардың біріне біз мысалы дәрілік препараттарды да жатқыза аламыз. Дәрілік препараттардың өзі қолданыста әртүрлі болып келеді. Кейбіреулері бізге порошок түстес болып келеді. Порошоктар болады, суға салып, ерітіп қолданылатын. Бұның өзі де химиялық заттардың қатарына жатады. Бұл ерітінді түріндегісі. Ал енді бізде таблетка түріндегілер бар, Міне, таблетка түріндегі химиялық препараттардың өзін біз не істей аламыз? Кәдімгідей тікелей қолданысқа бере аламыз. Енді бұлардың да әртүрлі сұйық түрлері де болады. Міне, әртүрлі заттарды, болмаса әртүрлі дәрілерді ішетін кезде біз олардың жарамдылық мерзіміне және де оның қандай, не үшін қолдануға болатынын біліп алуымыз керек екен. Жақсы. Енді бұл жаңа тақырып туралы түсінік қалыптасты ма? Енді осы жаңа тақырып туралы тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші бізде кестемен жұмыс болады. Әр топқа кестемен жұмыс беріледі. Аэрозол заттарға жатады. Қане, көрсетейікші. Аэрозол заттарды не істеуге болмайды екен? Қыздыруға, сындырып ашуға болмайды. Міне, мына үшеуі бізде аэрозол заттарға жатады екен, отырады. Алға, там келіңіз. Мына заттардың ішінен қайсысы улы затқа жатады? Көрсетші. Оны неге пайдаланамыз? Химиялық затты иіскеуге және қатты химиялық зат, бұл өте улы зат, оған иіскеуге, бұны қатты еңкейіп, бұны не істеуге болмайды? Иіскеуге болмайды. Бұл көбінесе нені өлтіреді екен? Шыбынды, тарақанды өлтіруге қолданылатын химиялық улы зат екен. Жақсы. Қауіпсіздік шаралары қандай ережелер білесіз? Бар ма? Инъективтер мен улы заттар жұмыс істеген кезде көзілдірік, арнайы қолғап кию қажет. Улы заттармен жұмыс жасаған кезде арнайы қолғаптарды және көзілдіріктерді пайдалануымыз керек. Келген тұрмыстық өнімдердің тағам өнімдерінің жанына Қоюға болмайды, азық түліктің қасына қоюға болмайды, және де кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерге қою қажет. Кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерге қою керек. Каусар, сені не айта аласың? Бар ма? Не түсіндің сен? Химиялық заттардан босаған қораптардың ыдыстардың ішіне тағамдар өнімдер қоюға болмайды. Химиялық заттардан босаған ыдыстарға ешқандай азық түлік өнімдерін, тағамдық өнімдерді қолдануға болмайды екен, Оларды тез арада жойып жіберу керек екен. Жақсы, жаңағы тапсырманы кестемен жұмыс бар ма? Кестемен жұмысты аяқтатып қояйық. Айтайықшы. Азық түліктен алыс ұстау керек. Балалардан алыс жерде ұстау керек. Сосын көмекті пайдаланғанда тағы нені пайдалануымыз керек? Көмекті пайдаланған кезде перчатканы пайдалану. Резинке қолғаптарды пайдалануымыз керек екен. Тағы Тіс пастасы, аузын жауып ұстау керек. аузын жауып, онда қандай жерде ұстауымыз керек? Тіс пастасын. Тіс пастасын оны Балалардың қолы жетпейтін жерде ұстау керек. Ал төбеде ұстау керек. Қараңғы, салқын жерлерде ұстау керек па? Иә. Тағы осындай сақтық ережелерін отырамыз. Тағы екінші топ. Бар ма? Косметикалық заттарды суық жерге ерітпеуші қойып қою керек. Дәрі-дәрмектерді суық жерге де қою керек, және де балалардың қолы жетпейтін жерге қою керек. Өйткені балаларға дәрі-дәрмектер зиян. Қауіпті болуы мүмкін.
жаратқыштарды тағамдардың қасына жақындатуға болмайды. Жақсы. Жақсы. Ал енді балалар, кішкене сергіту сәтін жасап жіберейік. Келіп, мына жерде бізде тапсырмалар бар. Сол тапсырмаларды не істейміз? Орындап берсек. Сендерші? Сендер сергітмейсіңдер ме? Сөз жинақ. Міне сөз жинақ. Не дейді сөз жинақ? Адам болам десең, арыңды ақшаға сатпа. Жақсы, келеді. Келесі. 20 мың. Ойбай, 20 мың. 20 мың не дейді? Алтын сандық. Ойбай, алтын сандық. Міне алтын сандықты ашатында да ішінен өзіңе қалаған нәрсені аласың. Келесі. Не екен? 500 теңге. 500 теңге жоқ екен. Біз крупный не еткенбіз. 20 мың тағы түсті ма? Ал келе ғой алтын сандық. Келесі, ары жоқ. 10 мыңға. Мың емес па? 10 мың. QR kodты сканерле. Бар ма телефон? Сканерлей аламыз ба? Мынаны сканерлеп тұршы. Істеймін. 2 мың теңге. Міне 2 мың теңге. Ал. Не бар екен? Мақал мәтел, ойбай, міне. Міне, мақалды тап. Балта барда тақта жоқ, қалта барда ақша жоқ. Жақсы. Келесі. Қанша? 2 мың. Адам болам десең, арыңды ақшаға сатпа. Келесі. Мақсат. Сөз жинақ. Ойнар, ақша ойнар, ақшасыз көз ойнар. Ақшасыз көз ойнар дей ма? Абай бұл төртінші сатыдан. Абай ойындар қолдану туралы жалпы түсіндік, осы туралы постер қорғап жіберейік. Шыққан 2 топ. Бірге орындаймыз. Бұл топтық жұмыс. Жалпы бірге қосылып, жабылып орындаймыз. Аласың. Кел, көмектесін. Тыңдап отырамыз. тұрмыстық химия өнімдерін пайдалану реттілігі қайда қолданылатынын білу керек. Нұсқаулықтағы ережені ұстану қажет. Техникалық қауіпсіздік ережесін сақтаған жүр пайдалану және сақтау мерзіміне сәйкес қолдану қажет. Химиялық өнім немесе қорап жоюдың ережесін білу керек. Жақсы. Келесі. Тұрмыстық химия өнімдерін
енді мына агрегаттық күйіне дегенді қалай түсінесіңдер? Агрегаттық күйі деп. Біреуі сұйық болады, біреуі қою болады деген сияқты, біреуі қатты болады, иә? Ал енді соның ішінде, мысалы, мынаның ішінен қатты химиялық, тұрмыстағы химиялық қайсысын жатқызамыз? Қаттысына. Мен жатқызамыз? Агрегаттық күйіне сабын жатады. Агрегаттық қатты күйіне сабын жатады екен, ал сұйық түріне не жатады? Крем, шампунь, Иә, шампунь жатады, тағы. Иә, түзу жатады. Крем жатады. Осылардың бәрі бізде не екен? Сұйық түрлер екен. Жақсы отырады. Жақсы отырады. Енді микрофон әдісі арқылы біз қауіпсіздік шараларын қалай қолданады екенбіз? Сол туралы айтып кетейікші. Микрофонды біз кімге береміз? Мына жерде Аружанға берейікші. Аружан, микрофонды алып, бізде мыналарға айтып түсіндірші. Қауіпсіздік шараларын қалай қолданып екенбіз. Ал мына географиялық диктантты мен көше қарап беремін. Кез келген химиялық өнімді нұсқаулығына қарай пайдалану қажет. Нұсқаулығына қарай қолданады. Одан кейін Өнімді тек қана сатуға арналған жерлерден алып қажет. Өнімді тек қана сатуға арналған жерлерден ғана алу керек екен, жақсы. Ал қораптарын не істейміз? Қораптарында этикеткасы барын алу керек. Қораптардың этикеткасына қарап, жарамдылық мерзіміне қарай аламыз. Ал енді қораптарды қалай пайдаланамыз? Қауіпсіздік ережелерін қолдану. Қораптарына не істеу керек екен? Химиялық зат салынған қораптарға не салу керек? Жаңа ғана айтқан өнімдерін салмау керек. азық-түліктерді салу керек. Ондай заттардың ешқайсысы салмау керек. Жақсы. Тағы бір микрофонды біз абайларға біліп қояқшы. Бұл заттарды қалай пайдалану керек? Қандай болады? Не болады? Қатты еңкейіп ескесе қандай болады? Қалай ойлайсыз? Қандай болады? Бас айланып, жүрек айнып кетіп бола ма? Уланып қалу қаупі бар ма? Жақсы. Ал енді бекзат бізде күнделікті тұрмыста қолданатын заттардың ішіндегі сенің ең жақсы көретін қайсы химиялық, тұрмыстық химия? Айтшы. Аның ішінде бар ма сенің ең жақсы көретін тұрмыстық химиялық заттардың? Көз алдымызда тұрғандардың ішінде қайсы сенің ең жақсы көретін? Қайсы? Сабын, күнге қолданасың. Сабынның өзі қандай болып бөлінеді? Қаншаға бөлінеді? Сұйық сабын, қатты сабын болып бөліне ма? Бөлінеді. Бұның өзі де оның агрегаттық күйі деп айтыла ма? Айтылады. Жаңа ғана сендер топтарың соны істеді. Постер қорғады ғой. Жақсы. Ал енді біз күнделікті өмірде, болмаса жалпы өмірде тұрмыстық заттарсыз өмірді елестете аламыз ба? Мынандай тұрмыстық химиясыз. Елестете аламыз ба? Біз кір жуғанда тек қана суға кір киімді салып қойып, ертесіне жайып қойсақ, кір кете ма? Жоқ, кетпейді. Ол үшін не істеу керек? Ол суға нені пайдалануымыз керек? Тұрмыстық химиялық заттарды пайдалануымыз керек. Ол тұрмыстық химиялық заттарға нелер жатады? Кір жуғанда пайдаланатын тұрмыстық химиялық заттарға нелер жатқызамыз? Порошок, сабын, фериді де кірмен жуасыз? Фериді неге пайдаланамыз? Фериді, ол гель түрінде, сұйық түрінде болады. Ол көбінесе неге пайдаланады? Нені жуамыз? Ыдыс аяқ жуамыз. Ал енді үйге бізге тапсырма. Бізде
суретті үйге сызып алып таңдап бер. Жасай. Тапсырманы жаз. Гүлчехраға тағы бір сұрақ берейікші. Гүлчехраға тағы бір сұрақ берейікші. Салыстырмалы түрде қауіпсіз қандай заттарды білесің? Салыстырмалы қауіпсіз заттар. Мына жерден көрсетші. Sabun, şampun, kraska, dezodorant, krem, deri, kofi, және Пастасы. Бұлар бізде салыстырмалы түрде қауіпсіз деп аталады. Ал енді қауіптілеріне дейін жатсаңыз. қауіптілеріне Өйткені ол бізге улы заттардың қатарына жатады екен. Жақсы. Жақсы. Үйге тапсырма жазып алдық па? Енді тұрмыстық химиясыз өмір деген тақырыпта шығарма жазамыз. Кем дегенде 60 сөз болу керек. Тұрмыстық химиясыз өмір. Мысалы, ешқандай кір сабын пайдаланбаймыз, тіс щеткасын пайдаланбаймыз, ешқандай тіс пастасын пайдаланбаймыз. Күнделікті өмірде қалай болады? Сол туралы жалпы шығарма жазып береміз. Үйде қандай? Тұрмыстық химиясыз өмір. Тұрмыстық химиясыз өмір. Тақырыбында шығарма жазамыз. Ал бұл не үшін керек? Бұл бізде тұрмыстық химиясыз өмірде, мысалы, бұрынғы кездерде ешқандай бөлменің ауасын тазартатын тазартқыш заттарды, мысалы, қолданбаған. Олардың орнына тек қана гүлдерді пайдаланып отырған, ол ауаны тазарту ретінде не істейді? Күнделікті өмірде қолданыста болған. Одан кейін біз сабынды айтамыз ғой. Сабынның өзінде ежелгі кезде адамдар не істеген? Малдардың сүйектерін қайнату арқылы қара сабын жасап отырған. Ол да табиғи өнімдердің қатарына жатып отырған. Енді одан кейін бізде көбінесе ыстық суменен кішкене ас содасын қосу арқылы ыдыстардағы кейбір майлы дақтарды кетіріп отырған. Бұл да тұрмыста химиялық заттарды қолданбай-ақ өмірде әртүрлі жағдайлардан шығуға болатынын не істейді? Бізге көрсетіп береді. Одан кейін бізде әртүрлі нелер бар. Тұрмыстық заттарды қолданбай жасалатын қандай оқиғалар бар, солар туралы шығарма жазып береміз. Түсінікті ғой, ә? Кері байланыс. Кері байланыс беріп жіберейікші. Өзін-өз бағалау парағын жинап береміз. Бізге бүгін екі топта жақсы жұмыс жасады. Екі топтан Аружанға, Ұлданаға, Гүлнұрға, Гүлчехраға және де Аяулы мен Каусар, Абылай барлығына мен бірдей бал қосып қойып берем. Енді бұл сабақтың негізгі мақсаты бізде бір-біріміздің немізді анау қалып кетті, мынау озып кетті деген нәрсе емес. Бұл бізде не? Күнделікті сабақ. Сол үшін қапа болмаймыз. Бағалау парағында қанша баға алдыңдар, соған мен 2 бал қосамын. Сөйтіп, мына жерге балдарымды қойып беремін. Жақсы, рахмет қатысқандарыңа.